Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге минутка самсасын жасайтын боламыз. Көп уақытыңызды алмайтын, қонақ келген кезде дастарханға ерекше сән беретін, өте дәмді самса жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі ыдысымызға қаймақтың үстіне жұмыртқа және де кішкене тұз салып, үшеуі біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Ең бастысы біркелкі болса болғаны. Төменге описанияға толық құрамын жазып кетемін. Төменге описанияға өтіп, қарап, өлшеп жасап көріңіздер. Ұнды елекшені өткізіп аламыз. Үстінен разрыхитель саламыз. Және де үстінен сармайды салып, қолымызбен крошка жасаламыз. Яғни ұнтақтап аламыз. Сармайлардың барлығы үгітілгенге дейін дәл осылай барлығын езіп аласыздар. Дәл видеодағыдай. Енді ортасын ашып, жаңағы қаймақтың массамызды салып, қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырды ұзақ уақыт илеп, жасап отырмаймыз. Өте тез дайындалады. Тек қана бір-бірін біріктіріп, араластырып, осылай біркелкі болғанша илеп қоясыздар. Бұл қамырды үйреніп алсаңыздар, жиі жасайтын боласыздар. Мен өте жиі жасаймын. Енді дәмі өте керемет болып шығады. Жұмсақ болып шығады қамыры. Осылай қамырды илеп, пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Сол уақыт ішінде біз салмасын дайындап қоятын боламыз. Салмасына өзіңізге қалаған етті пайдаланыстар, жылқы, сиыр деген сияқты. Осылай тартылған еттің үстінен ұсақ етіп пиязды турайсыздар. Менде кішкене ірілеу болып кетті. Және де тұз, қара бұрышын салып, жақсылап араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Видеоларымды алғашқылардың бірі болып көру үшін. Каналымның дамуына кішкене де болса үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала баршаңызға рахмет. Енді осылай 30 минут тұрған қамырымызға ұн сеуе отырып, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Тым жұқа немесе тым қалың болмау керек. Дәл видеодағыдай осылай 4 бұрышты формада кесіп аламыз. Қарап тұрғандарыңыздай ешқандай қатпарлы етіп орап, оны түйіп отырмайсыздар. Тек қана қамырды жайып, осылай 4 бұрышты бөлікке бөліп, ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай түйе саласыздар. 3-4 бұрышын бір жерге біріктіріп, және де 4 жағын осылай қысып қоясыздар. Формасы да өте әдемі, жегенге де ыңғайлы, дастарханда өте әдемі көрінеді. Мен жартысын дәл осылай 4 бұрышты формада түйіп алдым. Қалған жартысын дөңгелек формада. Егер сіздер дәл осы тестамен кішкене үлкендеу домалақ самса жасаймын десеңіз, солай жасасаңыздар да болады. Мен кішкене әдемі көріну үшін ұсақтап, дастарханға сәндеп қою үшін осылай түйдім. Қалауларыңыз бойынша үлкен етіп кесіп, үлкен етіп формада жасай салсаңыздар болады. Мен әдемі көріну үшін осылай шпажкаға 3 бөлігін салып, сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді барлығын осылай жасап болған соң противеннің үстіне орналастырамыз. Бетіне жұмыртқасын жағып, қалауларыңыз бойынша қара, сары күнжетті араластырып сепсеңіздер болады. 200 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бұл самсаға өте көп уақыттарыңызды жоғалтпайсыздар. Қонақ келгенде тездетіп жасай салатын рецепттердің бірі. Сол себепті пайдалы болады деген достарыңызға дәл осы видеоны жіберсеңіздер болады. Міне біздің самсаларымыз қып-қызыл әдемі болып шықты. Ыстық кезінде жеңіп кетеді, рас айтамын. Дәмі өте керемет және де тез дайын болатын рецепт. Ал видео пайдалы болса, лайк басып төменге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған ләззат.